Пахлава дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 500 грамм ұн, 10 грамм қопсытқыш, 200 грамм сары май қажет болады. Осы тестамыз крошка болғанша қолмен үгітеміз. Міне дәл осылай крошка болуы қажет. Оның үстіне 400 грамм жұмыртқаның сарысы, 250 грамм қаймақ қажет болады. Біркелкі қамыр болғанша араластырамыз. Мен мына жерде қолмен араластырдым, сіздерде қолмен араластырсаңыздар болады. Дәл осылай қолға жабысқақ қамыр шығады. Және осы қамырды 3 бөлікке бөліп, ең үлкен бөлігін жайып аламыз. Жұқа етіп жаямыз. Өте жұқа етуге болмайды. Және жайылған қамырымызды осылай вилкамен тесіп шығамыз. Және үстіне жұмыртқаның ақ уызын жағамыз. $350 грамм қантымыз бен 400 грамм арықты екіге бөліп аламыз. Арықты үгітеміз, яғни кесіп дайындап аламыз. Және осының үстіне екінші тестамызды жабатын боламыз. Жұмыртқаның ақ уызын жағып аламыз. Үстіне қантымызды себеміз. Арықты де себеміз. Және ең соңында үшінші тестамызбен бетін жабатын боламыз. Жан жағын біркелкі етіп өреміз. Өре алмасақ, жай ғана басып шығуға болады. Өріп болғаннан кейін үстін қатты емес, жай ғана басып жайып шығатын боламыз. Сосын пышақтың ұшымен тек беткі бөлігін ғана дәл осылай кесіп шығатын боламыз. Пышақты қатты батырмаймыз. Кесілген қамырымыздың үстінен жұмыртқаның сары уызын жағамыз. Бүтіндей жаңғақтарымызды бетіне сән үшін қоямыз. Дәл осылай қойып болғаннан кейін 180 градуста 40 минутқа пешке жібереміз.
Егер пештеріңіз қатты қызитын болса 150 градусқа жібереміз. Пісіп болған пақлавамызды ыстық күйінде дәл осылай астына дейін кесіп шығатын боламыз. Кез келген балды алып, осы кескен пақлавамыздың ортасына балымызды жағатын боламыз. Орталарына сіңу керек. Пақлавамыз дайын, міне. Ортасы барлығы піседі, өте дәмді. Сіздер де жасап көріңіздер.